еңбегімізді бастамас бұрын ең бірінші өзіміздің бір-бірімізді таныстырып кетсек, және есім бойынша жақсы әдемі тілектерін сөздерімізді айтсақ. Бердігүл, білімдімін. Гүлнар, гүлмін. Ләззат, лаулаған отпын. Жазира, жадырап жүремін. Менің есімім Гүлнар, гүлдей жайнап, жарқырап жүремін. Менің есімім Айгүл, ақылдымын. Өте керемет, жақсы. Ал енді қазір енді мына жерде топқа бөлінбес бұрын өз жүгіңді тап ойына. Бұл жерде мына менің қолымда сіздерге қазір бөліммен аласың ғой енді. Бақшада қауіпсіздік ережелері. Бұл балалар үшін еңбекті қорғаудың негізгі ережелері бар. Бұл ұстаным 18 жастағы немесе жас алдымыздағы тәрбиешілерге, жастар қол жетіспей мүмкіндік береді. Адам жұмысқа шыққанда медициналық тексеруден өтуі және денсаулық кітапшасын ұсыну керек. Жұмысқа тіркелгеннен кейін дереу көшбасшы кіріспе брифинг өткізеді. Оқытушы жұмыс істеудің негізгі ережелерін біліп, олардың мінсіз сақтай білуі керек. Ол баланың қауіпсіздігі, оның іс-әрекеттеріне байланысты екенін түсінуі керек. Балабақшада тәрбиеші балалардың тұрған жерлерін қараусыз қалдыруға құқылы емес. Таңертең жұмысқа келгенде тәрбиеші топтағы барлық үй жағдайларды, ақаулықтардың болуы үшін тексереді. Олар егер анықталған жағдайда ақылға немесе басшыға хабарласасыз. Жұмыс күні ішінде балалармен жұмыс істеу нұсқаулары. Тәрбиеші сабақтардың қауіпсіз өткізілуін қамтамасыз етуге, қажет болған жағдайда оқу процесінің жақсы жағдайына қол жеткізу үшін сабақ кестесіне өзгерістер енгізуге міндетті. Баланың өмірге бейімделуіне үлкен мән беріледі. Тәрбиеші балабақшадағы қауіпсіздік бұрышында ойнайды. Оның міндеті адамдардың мінез-құлқын көрсету. Бұрышта әртүрлі. Мысалы, кейбіреулер қиялын, шығармашылық қабілетін дамытуға, басқаларға жол ережелерін үйренуге, түстер мен геометриялық фигураларды еске алуға бағытталған. Ойынның осындай түрлерінің арқасында балалар тез дамып, жан-жақты қарым-қатынаста болады. Тәрбиеші сабақ жүргізуге міндетті, онда бала жол қозғалысы қауіпсіздігін зерттейді. Балабақшада балалардың күнделікті өмірде өрт, жер сілкінісі және басқа да табиғи апаттар жағдайында қарапайым қауіпсіздік ережелерін үйрету қажет. Көшеде мінез, жаяу жүру барысында тәрбиеші балалармен байланысы жоқ мазасыз әңгімелермен айналыспау керек. Ол әр баланы қадағалап, әрбір адаммен танысып, оның тұрған жерін бақылап отыруы керек. Баланы көшеде тіпті балалар үнемі ойнайтын ойын алаңында қалдыруға қатаң тыйым салынады. Егер топта кем деген бір адам қалса, онда тәрбиеші кіші кинологты жалпы серуендеу кезінде оны қарау үшін қалдыру керек. Топтағы сақтық шаралары. Кезде қауіпсіздік ережелерін есте сақтау, ағалары інісіне қамқор болып қолынан ұстап, жолдан жан-жақтарына қарап бірге өту. Абай үйреніп бармын. Жақсы бағдаршам жайлы бағдар береміздер. Бізде сол екі ағасы жаңағы інісіне жолда жүріп қауіпсіздік ережелерін көрсетіп, айтылмаған нәрсеге бәлкесі. өтуге Дайындалып өтуге ойланып, Бағдаршамның қай түсі жанатынын күтіп тұр. Жалпы бұл жерде қарап тұрсаңыздар, көшедегі қауіпсіздік ережесі, сол орынды білдіреді. Біз балаларымызға осындай қауіпсіздік жайлы әңгімелейміз. Енді келесі екінші суретке қарайық. Екінші суретте менің суретім көріп тұрсыздар. Үйдің. Ал ағаштар тобы үйдің суретіне қарап отырып, тақырыпқа сай қандай ережелер айтар едіңіздер? тым жақын үйге ағаш еткені ма? Жоқ, жалпы үй, яғни үй жайлы қандай қауіпсіздік үйдегі? Сіздерге жеңілдік. Үйдің ішіндегі свет, жаңағы газ плита, солардан қорғану үшін жаңағы ережені мұқият түсіндіру керек. Сосын шатырға шықпау, биіктіктен сақтау, шатырға шықпау үшін. Мысалы, балаларға, тәрбиеленушілерімізге қандай ережелермен таныстырасыз үй жайлы? Балаларға терезеден абай болуын, терезеге жақындамауын, барлық тұрғаны дұрыс. Жақсы. Енді келесі қоян тобы не дейсіздер? Бұл жерде, мына жерде үйдің сыртына келетін болсақ, үйдің сыртында шетінде қоршаулар тұр. Соған шығып бала секірмеуді ескерту керек. Аяғын сындырасын,
терезелер енді сыртқа қарай ішке қарай секіруге болмайды, бесікке шығуға болмайды, ағашқа өрмелеп шығуға болмайды, ағашқа беріп құласаң жеңі сынады деген сияқты қауіпсіздіктерді ескерту керек. Жақсы. Үйдің ішіне кірген кезде ше? Үйдің ішіне кірген кезде кеуір, пышақ, қайшы дегендерді бала жалғыз қалатын болса, газ міндетті түрде жоғарыға қою керек, су нелерді. Содан кейін жаңағы газды ашпа, үйде ешкім жоқ кезде кеуірді ұстама, пышақты ұстама, қолын кесесін деген сияқты нәрселердің бәрін ескерту керек. Қайшыны үлкен рұқсатынсыз алуға болмайды деген. Үтік, светті жақпа, топқа қолыңды тықпа. Келісесіздер ғой, иә, өте дұрыс, дәл осы ережелер. Беріп тұр.